Сәлем балалар, 2-ші сынып әдебиеттік оқу сабағы 4 түлігі елімнің тақырыбы 44-ші сабақ. Бүгінгі сабақтан сен оқиғаның дамуын болжап айтасың және әңгіме бойынша пікіріңді білдіретін боласың. Бірінші тапсырма. Жануарларды дыбыстауымен сәйкестендір. Балалар, түйе не істейді? Түйе боздайды. Ат ше? Ат кісінейді. Қой маңырайды. Ал сиыр мөңірейді. Екінші тапсырма. Түсініп оқы. Жер иесі. Қызыл сиырды жүк машинесіне салып алды. Жануар машиненің үстінде теңселіп, қорасын қимағандай мөңіреп бара жатты. Бипанға қызыл сиыр жылқынып, қарғып, кеткісі келгендей болып көрінді. «Оны неге бердіңдер?» деп Бипан қатты қамықты. «Кезермедегі Наскен апайдікіне бердік. Балаларына беретін ағарғаны болсын», деді атасы. Бұрын ол Бипанның қызыл бұзауы еді. Алдына шөп салып, шелекпен суғарып баққан. Күндердің қалай өткенін білмейді. Көз алдында қызыл бұзау қызыл сиырға айналды. Бипанды алыстан таниды. Көрсе болды, мөңіреп, тұмсығын көтереді. Бірер күннен соң Бипан түс көріпті. «Ата, әже, түсімде қызыл сиыр қайтып келіпті», деді. Атасы мен әжесі күлді де қойды. Балалар, мәтінді ары қарай болжап көріңдер. Ары қарай не болады деп ойлайсыңдар? Келесі күні кешке қақпа жақтан сиырдың мөңірегені естілді. «Қызыл сиыр!» деп Бипан атып тұрды. Жүгіріп барып қақпаны ашты. Қызыл сиыр Бипанды көргенде мөңіреп жіберді. Бірден қорасына қарай тартты. «Ата, үйді қалай тапқан?» Бипан бір қуанып, бір таңданып тұр. Жануар туған жердің иесін өмір ұмытпайды. Тұмсығымен жерді иіскеп қойып жүре береді деуші еді. «Рас екен ғой балам», деді атасы. Сонан соң жарықтық жер иесі деп қойды. Бипан таң қалды. Жер иесі дейді? Танауына топырақтың, шөптің иесі келді. Әңгіменің авторы Жақау Дәуренбеков. Балалар, енді анықтамалық сөздікпен жұмыс жасайық. Қамықты сөзі қиналды, уайымдады деген мағынада жазылып тұр. Ал ағарған деген сүт деген мағынада. Үшінші тапсырма. Қызыл сиырдың мінезіндегі өзгерістерді тауып оқы. Ең бірінші, қимастық сезімі. Ол мәшинеге салған кезде қорасын қимағандай мөңіреп бара жатты. Мазасыздану сезімі. Мәшиненің үстінде ары-бері теңселіп, мазасызданып тұрды. Сағыныш сезімі. Бипанды көрген кезде бірден мөңіреп жібереді және қорасына қарай кете барады. Бұл сағыныш сезіміне жатады. Бағала. 4-ші тапсырма. Оқиғаның осылай аяқталуы саған ұнай ма? Бұл оқиғаның осылай аяқталуы маған екі түрлі ой салып отыр. Біріншісі, Наскен апайдың балалары ағарған іше алмай қалады деген өкініш болса, екіншісі, қызыл сиырдың Бипанға қайта оралып келуі маған ұнап отыр. Қорытындыла. Жануар туған жердің иесін өмірі ұмытпайды деген сөйлемнің мағынасын түсіндір. Өйткені
Жануарлар да адам сияқты. Өзінің өмір сүретін жерін сағынып, өмір ұмытпайды. Үй тапсырмасы. Үй жануарларының ерекшеліктері туралы әңгімелеуге дайындал. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басыңдар және каналға тіркеліп алыңдар.